Қайырлы күн достар, сіздермен бірге осындай өте қарапайым әрі өте оңай болып жасалатын Наполеон тортының құрамымен бөлісемін. Ол үшін бізге міне керек заттар: май, ұн, мұздай су және де айран. Майымызды алып, ұнымызға аунатып, өткіштен өткізіп аламыз. Жақсылап тұрып араластырып, айранымызды құйып, артымен суымызды құятын боламыз. Суды толыққанды құйып қажеті жоқ. Мен толық су кеткен жоқ. Тек қана біртіндеп құйдым. Соған мұқият болыңыздар. Жақсылап иілеп, нанымызды алып, салафанға бір 5-10 минутқа салсақ та жеткілікті. Міне қамырымызды алып, бірнеше бөлікке бөліп, өзіңізге ыңғайлы қылып, домалақтар жасайтын боламыз. Әр қамырымызды алып өстіп жайып аласыздар. 220 градуста 7-8 минут шамалығында духовкаға пісіріп аласыздар. Ендігі кезекте кремге көшеміз. Менде 100 грамм май. Осы майды өстіп миксермен жақсылап езіп аласыздар. Артымен сгущенка құйдым. 350 грамм сгущенка. Өстіп біріктіріп аласыздар. Креміміз дайын. Міне қамырларымыз дайын болды. Астындағы бөлігін мен тағы да бір 20 минутқа духовкаға салдым. Қаттырақ қызару керек болды. Міне ендігі кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Әр шелпегімізді алып, осындай кольцовой болса, осыған да салып, болмаса, бұның да қажеті жоқ. Өстіп кезек-кезек кремімізді жағып, шелпегімізді салып, өстіп жинап шығасыздар тортты. Міне жаңағы қамырымызды алып, өстіп шеттеріне жағып шығасыздар. Өстіп әдемілеп, тортты әрлеп, міне дайын болған тортымызды кем дегенде жарты күндей холодильникте тұрса, өте дәмді болып сіңіп, жұмсақ болып шығады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ақерке. Міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басып, подписка бөліміне тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз, аман болыңыз.